Осы біздің заманымызда ілгерде бұрын жаңағы бір жігіт Құранға қатты көңілі ауып, әкесінен жетім қалған, сонымен анасымен еріп, қалаға ауылынан шығып Құран жаттауға кетеді ғой. Қалаға Құран медресесіне барса, Құран медресесі адам топ қалған. Сонымен ұстаз айтады, мен бұл жігітті ала алмаймын. Бір шартымыз бар, егер келісетін болса, мына медресенің ауласында мал бар, тазалайтын не бар, сол жерде жұмыс істей тұрсын. Егер де бір бала медреседен шығып кетсе, соның орнына кіре қояды дейді, жаттауға. Сонымен анасы мен баламды өйтіп не қыла алмаймын. Лажы болса алыңыз, алыңыз деп ана ұстазға мың жалынады, бірақ не істей алмайды, ала алмаймын дейді. Сонымен екеуі жылап еңіреп қайтып бара жатқан кезде қаладан көп ұзап шыққан жоқ дейді. Бір ауылдың жанына келіп екеуі шаршап бір демалып алайық деп демалған кезінде баланың түсіне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келді дейді. Сөйтті де, ей балақай, алған бетіңнен қайтпа, әлгі ұстазға қайтадан бар да, мені пайғамбар өзі айтып жатыр, Құран жаттауға медресесіне кіргізсін деп айтып жатыр деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда ана бала айтады, я Расулалла, я Алланың елшісі, мен қазір ол барып айтқанмен сенбейді ғой дейді, маған бір белгі бермесеңіз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді, оған топ-топ, зумаран зумара деп айт дейді. Зумар деп айт дейді. Зумар деген Құранда сүре бар, топ-топ деген. Сөйтетті жаңа бала ұйқысынан оянып, анасын ертіп медресеге қайтадан барады ғой. Таң намазы кірмей тұрып барған дейді. Сөйтіп есігін тақылдатып, ана ұстаз жаңа ұйқылы атып шығып, не болды сендерге? Алланың елшісі жіберді сізге, медресесіне алсын деп атыр дейді. Айналайын, айттым ғой сен. Айтқаныңды білем, бірақ пайғамбар айтты, зумаран зумара деп кіргізсін деп айтты дейді. Бір кезде селк етіп, ана ұйқысын аша алмаған ұстаз жылап қалды дейді, отырып еңкілдеп. Болды, менің үйімде болса да жаттайсың деп айтты дейді. Ана бала аң-таң, ұстаз не болып жатыр дейді, түсіндіріңізші бізге дейді, не болып жатыр? Сіз бен пайғамбардың арасында. Алақай дейді, мен де осыдан бірнеше жылдар бұрын дейді, пайғамбарымызды түсімде көрдім дейді, Құран жаттап жүрген кезімде дейді, саллаллаху алейхи уассалам. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан кездесіп сұрады, я Алланың елшісі, Құран жаттаған адамдар жәннатқа қалай кіреді, кіре ма деген кезімде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, ядхулуна зумаран зумара, олар жәннатқа, Құран жаттағандар, Құранмен айналысқандар топ-тобымен кіреді жәннатқа деп айтты дейді. Сол сөз есіме түсіп кетті деп айтады дейді, қараңыздар. Демек Құран не екен? Жәннат екен.